Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен әдеттегідей Фариза асханасы. Бүгін сіздермен осындай көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, керемет дәмді болып шығатын печеньені бірге жасайтын боламыз. Дәл осы печеньені дүкендерден қымбатқа алып жүрген болсаңыз, үйде оп-оңай үйдегі бар заттардан, қарапайым заттардан жасайтын боламыз. Ал ендеше бісмиллах деп ең алдымен бөлме температурасында еріп тұрған сармайдың үстіне қантымызды салып, жақсылап қант ерігенше араластырамыз. Кейін үстінен бір жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Кейін үстінен алдын ала електен өткізілген ұнымызды саламыз. Оның үстінен қамыр қосқыш және өз қалауларыңыз бойынша ванилин қоссаңыздар болады. Беншіктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Ұнның барлығын бірден салып жібермейміз. Біздің қамыр өте жұмсақ болу керек. Бастапқыда беншіктің көмегімен араластырамыз. Кейін осындай лопатканың көмегімен дәл осы видеода көрсетілгендей етіп жұмсақ қамыр жасап аламыз. Енді осы дайын болған қамырға өз қалауларыңыз бойынша осындай ұсақ шоколадтарды қосып пісірсеңіздер болады. Бұл міндетті емес, өз қалауларыңыз бойынша қоспасаңыздар да болады. Мінекей осымен біздің қамырымыз дайын. Кішкентай шай қасықтың көмегімен бір қасықтан алып, осы дәл видеода көрсетілгендей етіп, домалақ етіп шариктар жасап аламыз. Шамамен грек жаңғағының көлемінде ғана болады. Өз қалауларыңыз бойынша үлкен кіші етіп жасасаңыздар да болады. Дайын болған шариктерімізді бірден пісіретін ыдысымызға салып аламыз. Мен осындай арнайы силиконовый коврик пайдаландым. Болмаса пергаментіне бумагаға да пісіре берсеңіздер болады. Алдын ала 160-170 градус қызып тұрған пеште қызарғанша 30-35 минуттың көлемінде пісіреміз. Мінекей осымен біздің печеньелеріміз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай сап-сары өте әдем болып шығады. Бастапқыда кішкене жұмсақтау болады. Кейін суыған соң өте нәзік үгілмелі печенье болып шығады. Аузыңызға салсаңыз өзі еріп кете беретін печенье болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан ойыңыздағыдай шығатынына сенімдімін. Сіздермен болған Фариза. Егер де менің видео рецептім ұнаған болса, лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісіп қойыңыз.